2023 жылдың соңғы аптасы өте қызық жаңалықтармен басталып жатыр. Манчестер Юнайтедке жаңа басшы келді. Енді қызыл сойқандар күшеюі мүмкін. Ал Криштиану Роналду мен Лионель Месси бір фильмге түсті. Бұл фильм тура жаңа жыл алдында шығады. Барселона фанаттары үшін жаман жаңалығым бар. УЕФА каталониялық команданы Еурокубоктардан шеттету мәселесін қарастырып жатыр. Қара тізімде Барселонадан бөлек ПСЖ мен Манчестер Сити секілді алпауыттар бар. Бұл екінші тайм арнасы, мен Есет Төлеш. Бүгін футбол әлеміндегі соңғы жаңалықтар жайында айтамыз. Кеттік. Шексіз бонустар, үлкен көлемдегі кэшбэк және өте ыңғайлы қосымша іздеп жүрсіз бе? Мұның бәрін достарымыз Тенниси KZ-тен таба аласыздар. Сілтемесі комментарийде болады. Ал мен бәстігу пайда көру құралы емес, тек көңіл көтеру амалы екенін еске саламын. Манчестер Юнайтедке жаңа басшы келді. Англиядағы ең бай миллиардерлердің бірі Джим Рэдклифф Манчестер Юнайтедтің акционері атанды. Клубтың 25% акциясын сатып алды. Құны 1 миллиард 250 миллион доллар. Енді жаңа қожайын бойынша Премьер-лигамен келісу керек. Бұл да уақыт алады. 6-7 аптаға созылатын шығар, содан кейін ресми түрде басшылық құрамына қосылады. Джим Рэдклифф химиялық компанияның басшысы. Бұл компания енді Юнайтедтің барлық операциясына жауапты болады. Джим Рэдклифф Манчестер Юнайтедке 300 миллион доллар көлемінде инвестиция құймақ. Сатып алу процесі толық аяқталған кезде бірден 200 миллион долларды береді, қалған 100 миллионын 2024 жылдың соңына дейін құяйын деп отыр. Рэдклифф жалпы байлығы шамамен 30 миллиард фунт стерлинг болатын осынша дәулетті адам. Ол бүкіл Ұлыбританиядағы екінші бай адам саналады. Ол бұрыннан Манчестер Юнайтедті сатып алғысы келіп жүрген, себебі өмір бойы бала кезінен дәл осы қызыл сойқандардың фанаты екен. Ол Манчестер Юнайтед өз орнына оралуы үшін, яғни ағылшын, Еуропа және әлем футболының шыңына шығу үшін жұмыс істейтінін айтты. Дегенмен Манчестер Юнайтедке бір жаман жаңалық бар шығар, америкалық бизнесмендер, глейзерлер отбасы да клубта қалды. Дегенмен басшылық қателеспеуімше Рэдклиффтің қолында болады, яғни алдағы уақытта Манчестер Юнайтедтің құрамында үлкен өзгерістер болып қалуы мүмкін, бапкерлік штабта да өзгеріс болады деген үмітіміз бар. Роналду мен Месси бір фильмге түсті. Фильм дегенде қалай? Деректі фильм. Оны Netflix түсірді. Деректі фильм «Әлем капитандары» деп аталады. 6 бөлімнен тұратын фильм. Онда 2022 жылғы әлем чемпионатында болған жағдайлар баяндалады. Таяуда ғана Netflix осы деректі фильмнің трейлерін жариялады. Бүгінде оны 400 мыңнан аса адам қарап үлгерген. Ол жақта Месси мен Роналдудан бөлек Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Гарет Бейл мен даниялық қорғаушы Саймон Керді көруге болады. Бұл әлем чемпионаты өте қиын болады дейді Месси трейлерде, ал Роналду бәрі де жеңгісі келеді деп пікір білдірген. Әлем капитандары жаңа жылдың алдында 30 желтоқсанда шығады. Барселона фанаттарына ұнамайтын бір жаңалық айтайын. УЕФА каталониялық клубтың қаржылық фейрплей ережесін бұзу ықтималдығын тексеріп жатыр. Бірақ жалғыз Барселона емес, УЕФА, ПСЖ, Манчестер Сити, Милан секілді клубтарды да тексеріп жатқаны хабарланды. Жалпы тізімде 10 клуб бар екен. Бәрі де күдікке ілінген. Марка ақпараты бойынша бұл клубтарға қатысты нақты шешімді УЕФА 2024 жылы ақпанда, яғни тура Чемпиондар лигасының 8-ден 1 финалы алдында қабылдайды. Бірақ дәл қазір шетелдік бақтардың мәліметі бойынша Барселона 2024-25 жылғы маусымда Чемпиондар лигасынан шеттетілуі әбден ықтимал. Мұның бәрі қаржылық фейрплей ережесінің бұзылуынан, клубтардың шығыны мен табысы бірдей болуы керек. Бұл қаржылық фейрплей ережесі болып саналады. Көбіне соңғы 3 жыл есепке алынады. Ал УЕФАдағы дерек көздің ақпараты бойынша Барселонаның қаржылық есебінде түйткілдер бар екен. Тіпті клуб Чемпиондар лигасынан бір емес 2-3 жылға шеттетілуі мүмкін. Қаржылық шығын көп болса, жазада қаттырақ болатыны айтылған. Ал Суперлига туралы әңгіме қайта басталған кезде Барселонаның жазалануы туралы ақпарат қайта өрбігені қызық болып тұр. Бірақ УЕФА Барселонаны Еурокубоктардан шеттетіп тастаса, керісінше Суперлиганы жақындата түсетін сияқты. Себебі Еурокубоктарда ойнамайтын Барселона тезірек Суперлига басталуы үшін жұмыс істейтіні сөзсіз. Ал ПСЖ мен Манчестер Сити секілді клубтар жазалануы екіталай. Олар күдікке ілінгенімен жазадан құтылып кететін біздің шенеуніктер сияқты.
жазаланбайды бәрібір. Оның үстіне топ клубтың бәрі шеттетілсе, Чемпиондар лигасы не болады? Енді бәрін ақпанда көреміз. Ал Реалдың бас ауруы дәл қазір ақша, қаржылық фейрплей, Чемпиондар лигасы не Суперлига емес. Дәл қазір клубқа орталық қорғаушы керек. Себебі Алаба жоқ, Милитао жоқ, Начо да қаңтардағы матчтардан шеттетілді. Рюдигермен бірге ойнайтын ешкім қалмай тұр. Чуамени ғана қалды, оның өзі негізі орталық қорғаушы емес. Қалай дегенде де Реалға кем дегенде бір орталық қорғаушы қажет болып тұр. Желіде Рафаэль Варан Реалға оралуы мүмкін деген ақпараттар тарады, бірақ марка ақпаратына сүйенсек, Реал басшылығы француз қорғаушысын қайтару мәселесін мүлдем қарастырып жатқан жоқ. Соған қарағанда Варан Манчестер Юнайтедтен кетсе де Реалға емес, Баварияның жидесін киіп қалатын сияқты. Ал Мадридтік команда негізі қыста трансфер жасамаймыз деп жоспарлап отырған еді, енді амал жоқ, бір адам табу керек болып тұр. Алавесте орталық қорғаушысы Рафа Марин жалда ойнап жүр, бірақ ол дәл қазір Реалдың негізгі құрамына дайын емес. Клуб басшылығына Рюдигер Начо дуэті де аса ұнамайды, сондықтан патша клубының скауттары орталық қорғаушы іздеп жатыр. Әлде бәріміз жабылып Реалдың инстаграмына Нұралы Әліп деп жазамыз ба? Қалай ойлайсың? Наполиде өте қызық жағдайлар болып жүр осы маусымда. Өткенде Виктор Осимхенмен TikTok шу болып еді, енді бас бапкерін ұмытып кеткен. А сериясының 17-ші турында Наполи Ромаға қонаққа барды. Ел чемпионы Римде 0-2 есебімен жеңіліп қалды. Сөйтіп басы салбырап Неаполиға қайтты. Негізі Неаполь мен Римнің арасы 220 шақырымнан сәл асады, сондықтан Италия чемпиондары ол жаққа автобуспен барып қайтып жүр екен. Сол ойыннан кейін Наполи бас бапкері Вольтер Мацари баспасөз мәслихатында тұрақтап қалып, біраз уақыт өтіп кеткен. Автобус жүргізушісі асықтырды ма, әйтеуір Наполи бас бапкерін ұмытып, Неапольға өздері кетіп қалыпты. Сондықтан Мацари амал жоқ Римнен таксимен қайтыпты. Автобус демекші, соңғы кезде автобус апаты әлемнің түкпір-түкпірінде жиі болып жатыр. Таяуда Алжирдің солтүстігінде қайғылы оқиға болды. Кабилемен кездесуге асыққан Әл-Байда клубының футболшылары мінген автобус аударылып қалды. Жол апаты салдарынан клубтың қақпашысы мен бапкердің көмекшісі қаза тапқан, тағы 8 адам жарақат алды. Ал Алжир футбол федерациясы енді келесі турдың матчтарын шегеріп тастады. Бұл ойындар кейінірек өтеді. Бундеслигада футболшылар демалысқа кетті. Осы кезде кейбір футболшы жаттығуға артық салмақпен келуі мүмкін. Оны білесіздер, ондай талай футболшы болған. Дортмундтық Боруссия болса, осы артық салмақпен күресудің амалын тауыпты. Футболшылар артық салмақ қосса, клуб оларға айыппұл салады. Тома Мене бұл жаңалықты бүкіл әлемге паш етіп айтып тастады. Клуб үзіліс алдындағы соңғы жаттығу кезінде барлық футболшының салмағын өлшеген. Үзілістен кейін қайтадан футболшы оралған кезде қайтадан салмағын өлшейді. Сөйтіп әр артық килограмм үшін 1000 евро көлемінде айыппұл салады. Салмақ тым көп болса, кейін футболшылар 1 килограмм емес 100 грамм үшін 1000 евродан қағылады. Мененің айтуынша клубтағы бір футболшыға 10 000 евро көлемінде айыппұл салып тастаған. Бұл кім деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Мене кім екенін айтпай отыр. Меніңше Никлас Зюле сияқты. Оның салмағы 99 келі екен. Бір апта ішінде арықтап үлгерсе, бұл айыппұлы азаяды дейді. Біздегі де ғой сонда. Бір апта ішінде төлеп тастасаң 50% жеңілдік болады. Бүгінге осы видео ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Сау болыңыздар.